Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Бүгін қалған өміріңнің бірінші күні. Осы күнге дейін өмірдің азды-көпті бір бөлігі өтті, кетті. Дәл қазір неше жастасыз? 20, 30, 40 немесе 80-ге жақындадыңыз ба? Артымда қалған өміріме дән ризамын. Ең бір керемет күндерді бастан кештім, еш өкінішсіз өткіздім, сапалы баянды ғұмыр кештім деп айта аласыз ба? Өткен өмірді қалай сүрсек те, оны қайтара алмаймыз. Кешегі күн өтіп кетті. Бүгін қаншаға келсеңіз де, дәл кешегідей болмайсыз. Өтіп кеткен және қайтып келмейтін өткеніңіз үшін уайым кешудің керегі жоқ. Әлі қол жеткізбеген болашақты үрейлі етіп елестетіп, қорқынышпен тұмандатпаңыз. Болашағымыз бұлыңғыр, оның қандай болары тек Аллаға аян. Қолда барымыз бүгін ғана. Ал бүгін алдағы өмірдің бірінші күні. Алда қанша жыл, ай, күн бар екенін ешкім білмейді, білуші тек Алла. Енді алда күтіп тұрған сол ғажайып күндер мен сағаттардың қаншасын өзімізге, ішкі сұраныстарымызды өтеуге, Аллаға мінәжат етуге, жақсылық жасауға арнай аламыз. Алдағы өміріміздің қанша уақытын күліп, ойнап, рахатқа бөленіп, белсенді өткізе аламыз. Бұл сұрақтардың жауабын ойлаудың өзі бойдағы үрейді еселей түсетіндей. Өйткені өміріміздің көп бөлігі бекер өтіп жатқанын жақсы білеміз. Әлеуметтік желілерде ерігіп отыратын уақыт, өсекпен өткізетін өкпе ренішке ысырап ететін күндер. Әлденеге кезекте, қала ішіндегі жол кептелісінде әлденені немесе әлдекімді күтумен кететін уақыт. Ашумен, күйзеліспен, аурумен сыналатын сағаттар, жолға жұмсайтын ұйқымен өткізетін уақыт, тамақтануға, табиғи қажеттіліктерімізді өтеуге кететін, ұнамайтын іспен айналысатын, шаршап, уайымдап жүретін уақыт, мұның бәрі алдағы өміріміздің белгілі бір бөлігін қысқартады. Осы сөзімді көз алдыңызға елестетіп, ой елегінен өткізу үшін мына бір мысалға ден қойыңыз. Қолыңызға ұзындығы 1 метр болатын жіп алыңыз. Ол сіздің өміріңіз делік. Бұдан сәл-пәл көбірек өмір сүруіңіз де, немесе әлдеқайда аз ғұмыр кешуіңіз де бек мүмкін. Біздікі тек жағдайды бағамдай білу үшін жасалған шартты есеп қана. Сонымен дәл қазір неше жастасыз? Мысалы, 40 жаста болсаңыз, жаңағы жіптің 40 сантиметрін қиып тастаңыз. Ол сіздің өткен өміріңіз. Қалған 60 сантиметр жіптің 10 сантиметрі, яғни сіздің алдағы өміріңіздің 10 жылы ұйқымен өтеді деп, оны да кесіп тастаңыз. 50-дің 10-ы тамақтанумен, тағы 10-ы жол-жолдағы кептеліс, кезек, әлденені күтумен, ұнатпайтын жұмыс істеумен өтеді деп, оны да қиыңыз. Қолыңызда әзірше 30 сантиметрлік жіп бар. Тағы 10 сантиметрін реніш, уайым, қорқыныш, күдік, ашу, күйзеліс, ауру, жылау, жабырқау сынды жағымсыз күймен өтеді деп, оны да кесіп тастаңыз. Өйткені мұндай күйдегі адамда жүрек пен жан тыныштығы болмайды. Ол уақытты сапалы, тиімді өткіздім дей алмайсыз. Қолыңыздағы 20 сантиметр жіптің 10 сантиметрін өсек аяңмен әлеуметтік желілерге, қыдырыс пен кездесулерге, табиғи қажеттілікті өтеуге кетті делік. Қалғаны 10 жыл өмір. Қорқынышты, Өйткені өзімізге, жан тыныштығы мен ішкі құндылықтарымызға, Аллаға мінәжат етіп, жақсылық жасауымызға, күліп ойнап, рахаттанып жүруімізге, жанымызға жақын дүниеге арнауға қалатын уақыт бар болғаны 10 жыл. Әлбетте, бұл нақты көрсеткіш емес. Қанша өміріміз қалғаны тек бір Аллаға аян. Біз ойлағаннан әлдеқайда аз болуы да ғажап емес.
Сондықтан әр минут, әр секундты сапалы өткізуге, әр сәттің рахатын сезініп, шынайы күліп, жанымызға жақын іспен айналысуға, мейлінше көп жақсылық жасап, Аллаға құлшылық қылуға, ойға алған істі ертеңді немесе дүйсенбіні күтпей, дәл қазір бастауға машықтануымыз керек. Көпшілік әлияны бастау үшін бірінші күнді, яғни аптаның бірінші күні, дүйсенбіні, айдың не жылдың бірінші күнін, тағы басқа бірінші күнді күтуді әдет қылған. Ал шын мәнінде біздің әр күніміз бірінші күні алдағы өміріміздің бірінші күні екеніне мән бермейміз. Бүгін қолдан келгеннің және істеуге тиістінің бәрін жасаңыз. Ертеңге ештеңені қалдырмаңыз. Себебі сіз үшін ертеңнің туар-тумасы, оның қандай болатынын білмейсіз. Сондықтан дәл бүгін ең алдымен өзіңізге және басқаларға жақсылық жасауға, пайда әкелуге, әлемдердің Раббысының кешірімі мен сыйына, мейіріміне ие болуға берілген баға жетпес мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті тиімді пайдалану үшін дәл қазір кірісіп, ойға алған істі дәл қазір бастап кетіңіз. Психолог ретінде айтар болсам, біздің миымыз кез келген өзгерістен қорқады. Өзгеріс, жаңа әрекет, әдет ми үшін үлкен стресс. Бұрын машықтанбаған жаңа дүниені бастан аяқ ойластырып, жүйелеп, оған энергия бөліп, бейімделу керек, тағысын тағы. Сондай-ақ ол өзгерісті саналы түрде қолға алмай, не үшін өзгергелі жатқанымызды өзіміз түсінбей тұрғанда немесе бар болғаны тобырдан қалмау үшін солай істеген екен, мен де сөйтемін деген оймен кіріссек, өзімізбен ішкі дүние қалауымызбен байланыс болмаса, өзгерістен қорқу, кейінге шегере беру, алаңдау мен уайымдау сияқты мидың қарсылығы күшейеді. Әрине, бұл жалпылама анықтама, яғни әркімнің жеке ерекшелігі болуы әбден мүмкін. Дегенмен, егер қазіргі әрекеттің нәтижесі көңілден шықпаса, басқа әрекетке көшу қажет. Өйткені, өзге әрекет өзге нәтиже. Мысалы, құдыққа күнде шұрық тесік шелекпен барып, су толтырып ала алмай жүрсеңіз, енді шелегіңізді ауыстырып, бүтінімен барыңыз. Немесе бүтін шелекпен кеуіп қалған құдыққа барып жүрсеңіз, енді суы бар құдыққа шелегіңізді түсіріп көріңіз. Бұрын соңды қол жеткізе алмаған нәтижені қаласаңыз, бұрын соңды қолға алмаған әрекетке көшіңіз. Адам санасы бұрын істеп көрмегенді істегенде сілкінеді. Сергектікке көшеді. Түп санасында серпіліс пайда болады. Ал мұндай өзгеріс күн сайын болып тұрса, адамның бойынша проактивтілік оянады. Ол не нәрсені де істеп көруге бейімделеді. Ештеңеден қорықпайтын, алаңдамайтын болады. Тек жоспарды дұрыс құрып, мақсатты тиянақты айқындауды үйренеді. Мақсатқа қол жеткізіп үйрену, асқақ армандарға жетелейтін мотивация. Қолдан келмейтінді армандау адамның ішкі әлеуетін оятатын қара күш. Сол күш оянбайынша өзіңізді алға жетелейтін дүниелерді жасап көруге дағдыланыңыз.